Ғани Мұратбаев атындағы нөмірі 91 орта мектептің математика пәнінің мұғалімі Айтуған Дәметкен. Пиза есептері бойынша үшбұрыш тақырыбы берілді. Бірінші есебіміз. Төменде сипаттамасы келтірілген фигураны айналдыра сызыңыз. Тікбұрышты үшбұрыш онда берілген R тікбұрыш. RQ қабырғасы PR қабырғасынан қысқа, M PQ қабырғасының ортасы және N QR қабырғасының ортасы. S берілген үшбұрыштың ортасындағы нүкте. MN кескіні MS кескініне қарағанда ұзынырақ дейді. Енді біз бұл есепті төменде берілген суреттер бойынша талдаймыз. Бірінші А суреті осы сипаттамаға сәйкес келеді ме? А суреті берілген сипаттамаға сәйкес емес. Себебі RQ PR қабырғасынан үлкен болып тұр. Бұл сәйкес емес. Келесі Б суретін қарайтын болсақ, бұл да сипаттамаға сәйкес емес дейміз. Себебі М нүктесі PQ қабырғасының ортасы емес. N нүктесі QR қабырғасының ортасы болмай тұр. Демек, бұл суретті де сәйкес деп айта алмаймыз. Үшінші С суретіне қарайтын болсақ, бұл суретте сипаттамаға сәйкес емес. Себебі тік бұрышымыз R нүктесі болу керек. Сондықтан бұл суретті де сәйкес емес деп таптық. Одан кейін Д суретін қарайтын болсақ, Д суреті барлық сипаттамаға сәйкес келіп тұр. Себебі R тік бұрышы болып тұр. RQ қабырғасы PR-ден кіші болып тұр. М нүктесі PQ қабырғасының ортасы, N нүктесі QR қабырғасының ортасы болып тұр. MN кесіндісі MS-тен үлкен болып тұр. S осы үшбұрыштың ортасында жатқан нүкте. Сондықтан мына жауапты дұрыс деп есептейміз. Үшбұрыштар тақырыбына байланысты пиза есептерінің екінші есебін талдайтын математика пәнінің мұғалімі Амангелді Жасұлан. Енді екінші есептің шартына қарайық. Суретте X арқылы көлдің жуықтап алғанда ұзындығы белгіленген. Көлдің ауданын 1 км квадрат дәлдікпен жуықтап табу керек. Есептің суретіне қарайтын болсақ, көл бізде дөңгелек тәріздес болып тұр, ал осы дөңгелектің диаметрі тікбұрышты үшбұрыштың катеті болып тұр. Ол X-ке тең деп тұр. Енді бұл есепті шығару үшін біз мына тікбұрышты үшбұрыштың төбелеріне әріптер енгізейік. Мысалы, мына төбесін А деп қоятын болсақ, мына төбесін В деп қояйық, ал үшінші төбесін С деп қояйық. Одан кейін тағы да бізде тікбұрышты үшбұрыш пайда болып тұр, оның төбелерін К, Л деп қояйық. Енді есептің шартын берілгенін мына түрде жазған болатынмын. VL тең 15,3 км, CL тең 7,4 км, KL тең 4,5 км, Касы бізде 5,9 км барып тұр. Ал А-ны біз X деп алдық. Бұл жерде табу керек. Мына көлдің ауданын табу керек. Ал енді есепті шығарайық. Бізде бұрыш А 90 градус екен суретте көрініп тұр. Бұрыш К 90 градус екендігі көрініп тұр. Демек, бізде бұрыш А мен бұрыш К бір-біріне тең болады. Үшбұрыш АВ мен КЛ шығарайық. Екеуінде де С бұрышы бар екендігін байқамады. С бұрышы екі үшбұрышта да ортақ болып тұр. Демек, үшбұрыш АВ мен үшбұрыш СКЛ ұқсастық белгісінің бірінші белгісі бойынша. Сонда бізде ұқсастық белгісі бойынша В-ның АВ-ға қатынасы тең болады, СЛ-дің КЛ-ге қатынасына тең болады. В-сы деп отырғанымыз 15,3 қосылған 7,4, оны бөлеміз 7,4-ке тең болады, X бөлінген 4,5-ке. Осы жерден пропорция арқылы X табатын болсақ, X-іміздің мәні 13,8-ді құрайды, жуық мәні. Ал енді осы жерден X-тің мәні 13,8 болса, бұл бізде көлдің диаметрі болып тұр. Ал радиусын табу үшін біз оны 2-ке бөлеміз. Сонда X-ті 2-ке бөлсек 6,9 км болады. Сонда көлдің радиусы 6,9 км құрап тұр. Ал бізде дөңгелектің ауданы S тең PR квадрат формуласымен анықталады. Сонда 3,14-ті 6,9-ға көбейтетін болсақ, 150 км квадратты құрайды. Ары қарай пиза есептерінің үшінші есебін шығаратын боламын. Үшінші есептің шарты H биіктігіндегі тікұшақтың шыңынан көлдің енін анықтау үшін альфа және бета бұрыштарын өлшеді. Көлдің АВ енін табыңыз дейді.
Енді үшінші есептің суретіне қарайтын болсақ, тік бұрышты үш бұрыш берілген. Тік бұрышы бізде D төбесі болып тұр, міне мына жер болып тұр. Енді тік ұшақ болғандықтан ол H биіктігінде болғандықтан D-сы бізде H болады. Және бізде осы суретке қарап AV-сы үш бұрышына қараймыз. AV-сы үш бұрышының сыртқы бұрышы мына жер альфа деп қарастырайық. B бұрышын бета деп қарастырайық. Ал С бұрышын біз мына үш бұрыштың сыртқы бұрышы бойынша тауып алуымызға болады. Кез келген үш бұрыштың сыртқы бұрышы оған сыбайлас емес, екі бұрыштың қосындысына тең. Демек, С бұрышы бізде бұрышысы тең болады, альфа азайтылған беттаға тең болады. Енді үш бұрыш ADS-ға қараймыз. Осы жерден синус альфаны табатын болсақ, синус альфа дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузға қатынасы, яғни синус альфа дегеніміз мына жерде D-сының А-сыға қатынасы. D-сы деп отырғанымыз бізде H-сында синус альфа тең болады H бөлінген А-сы. Осы жерден пропорция арқылы А-сын табатын болсақ, А-сы тең H бөлінген синус альфаны құрайды. Ары қарай есепті синустар теоремасымен шығарамыз. Яғни бұл жердегі AV-ның С бұрышына қатынасы, яғни синус альфа азайтылған беттаға қатынасы тең болады. А-сының синус беттаға қатынасына тең болады. Осы жерден біз AV-ны тауып алуымызға болады. AV тең пропорция арқылы А-сы көбейтілген синус альфа азайтылған бетта бөлінген синус бетта. Осы жерден А-сының орнына H бөлінген синус альфаны қоятын болсақ, сонда бізде H көбейтілген синус альфа азайтылған бетта бөлінген синус альфа көбейтілген синус бетта болады. Сонда AV-ның ұзындығы H көбейтілген синус альфа азайтылған бетта бөлінген синус альфа көбейтілген синус бетта.